Фильм 1959 жылы Гонконгта басталады. Бір күні таңертең Ип Манның үйіне жасөспірім жігіт келеді. Ол кейіннен әйгілі болатын Брюс Ли еді. Брюс Ли бала кезінде Ип Ман оған Вин Чун өнерін үйретуге уәде берген айтып, сол уәдесін орындауға келген болатын. Ип Ман оның ептілігін тексеру үшін бірнеше темекі құрамын лақтырады. Брюс олардың бәрін қағып алып, өз қабілетін көрсетеді. Ип Ман оның жаман емес өнер көрсеткенін айтады да, орнына тұрып есікті ашады. Брюс Ли ұстазының мұндай салқын қанды әрекетіне таң қалып, көңілі түссе де, ештеңе деместен кетіп қалады. Сол вақытта мектеп алдында екі бала төбелесіп жатады. Олар Ип Манның ұлы Ип Чин мен оның сыныптасы Чун Фон болатын. Көп ұзамай мұғалім Вонг ханым келіп, екеуін ажыратады. Мектеп кеңсесінде Ип Чинді анасы Вин Син қарап отырса, мұғалім Чун Фонға көмектесіп жатады. Оқиғаны естіген соң Ип Ман да мектепке келеді. Ип Ман Чун Фонның әкесі жұмысына байланысты баласын әрдайым кеш алып кететінін білетін. Сондықтан ол баланы өз үйіне кешкі асқа шақырады. Кешкі астан кейін Чун Фонның әкесі Чун Тин Чи ұлын алып кету үшін келеді. Келесі күні Чун Тин Чи заңсыз жекпе-жек аренасында төбелесіп жүреді. Біраздан кейін сол жерге әйгілі боксшы Майк Тайсон сомдаған Фрэнк есімді кәсіпкер келеді. Артынша Сонг атты менеджер Фрэнк пен бизнес мәселесін талқылайды. Фрэнк оған мектепке қатысты жұмысты тезірек аяқтауды бұйырады. Қандай мектеп екенін кейінірек білетін боламыз. Басқа жақта Ип Ман өзінің ұстазы Мастер Тиннің мейрамханасына барады. Барлығы бірге суретке түспек болғанда оған әйелі қоңырау шалады. Ип Ман телефонды көтергенде әйелі оның сабағына бірге баруға уәде беріп, бірақ бір сағаттан астам күткен айтады. Сол кезде Ип Ман өз уәдесін ұмытып кеткен түсінеді. Бұл жағдай әйелінің ашуын келтіреді. Кейін олын күтіп тұрған кезде Ип Ман Чун Тин Чимен кездеседі. Әңгіме барысында олардың бір ұстаздан тәлім алғаны белгілі болады. Чун Тин Чи болашақта достық жекпе-жек өткізуді ұсынады. Ип Ман ыңғайсыздана отырып келісім береді. Мектептен қайтып келе жатқанда Ип Ман ұлымен бірге Сонгты көреді. Сол сәттен бастап оған күмәндана бастайды. Көп ұзамай Сонг пен оның адамдары мектеп кеңсесіне келіп, мұғалімдерді қорқытады. Олар мектеп жерін жылжымайтын мүлік жобасына пайдалану үшін сатып алмақ болады. Бірақ мектеп директоры келісуден бас тартады. Осыдан кейін Сонг күш көрсетуге көшіп, директорды азаптай бастайды. Дәл сол сәтте Ип Ман келіп, бұзақыларға қарсы шығады. Ол оларды тоқтатып, полиция шақырады. Сол түні соққы жеп, ашуланған Сонг мектепті бір жола жабуды бұйырады. Келесі күні таңертең көптеген ата-аналар мен балалар мектеп қақпасының алдында жиналып қалады. Қақпа шынжырмен байланып тасталған еді. Вонг ханым бұл туралы Ип Манға хабарлайды. Ип Ман шәкірттеріне қақпаны ашуды бұйырады. Бірақ алыстан бақылап тұрған Сонгтың адамдары байқалып қалады. Өздерінің әшкереленгенін көрген олар тескеріп қалады. Бұзақылар тағы шабуыл жасау мүмкін екен түсінген Ип Ман шәкірттерімен бірге түнге дейін мектепті күзетуге шешім қабылдайды. Кешке қарай Сонгтың адамдары шынымен де келіп шабуыл жасайды. Бірақ Ип Ман оларды сабырлы түрде әрі шеберлікпен жеңіп шығады. Сол вақытта бұзақылар мектеп директорын ұрлап әкетуге үлгереді. Мұны байқап қалған Чун Тин Чи дереу араласып, қылмыскерлерге шабуыл жасап, директорды құтқарады. Ол ештеңе болмағандай кетпек болғанда, Ип Ман оған алғысын білдіреді. Чун Тин Чи де оған құрмет көрсетіп, өз жолымен кетеді. Бір күні үй шаруасымен айналысып жүрген Вин Син ішінің төменгі жағынан қатты ауырсынуды сезеді. Ол шөп дәрі сататын дүкенге барып, дәрі алмақ болады. Ал Ип Ман мектепті күзетіп жүргенде оған Мастер Тин келеді. Ол бұрынғы шәкірті Сонгтың іс-әрекеттеріне қатты өкінетінін айтады. Содан кейін екеуі Сонгпен сөйлесуге барады. Кездесу кезінде Мастер Тин ашуға булығып, Сонгтың бетіне шапалақпен тартып жібереді. Ашуланған Сонг бұрынғы ұстазын пышақтамақ болады. Алайда Ип Ман оның қолындағы қаруды қағып түсіреді. Бірақ дәл сол кезде Сонгтың адамдары оларды қоршап алады. Жағдай шиеленісе түскенде Фэтсо келіп, қолындағы мылтықпен бұзақыларды тоқтатады. Оқиғадан кейін үшеуі мектеп мәселесін талқылайды. Ип Ман полиция қызметкері Фэтсодан қатаң шара қолдану сұрайды. Бірақ ол Фрэнктің өз бастығына пара берген айтып, қолынан ештеңе келмейтінін жеткізеді. Бір күні таңертең Вин Син дәрігерге қаралуға барады. Тексеруден кейін оған қатерлі ісік диагнозы қойылады. Бұл хабар оны қатты есеңгіретеді. Көңілі түсіп үйіне қайтып келе жатқанда, мектеп жанында бірнеше әйелдің Ип Манмен сөйлесіп тұрған көреді. Мұны көргенде оның көңілі одан сайын құлазиды.
Ал Чун Тин Чиге Сонг жаңа жұмыс ұсынады. Қаржылық жағдайы қиын болғандықтан ол ұсынысты қабылдайды. Көрсетілген мекен-жайға келгенде оның қарсыласы Мастер Тин екенін көреді. Екеуі жекпе-жекке шығады. Мастер Тин барынша қарсылық көрсеткенімен Чун Тин Чи оның қолын сындырып, жеңіске жетеді. Сол уақытта Эйп Ман мектепті күзетуге кетпек болғанда, әйелі одан үйде көбірек болу сұрайды. Ол әйелін тыныштандыруға тырысады. Вин Син дәл осы сәтте өзінің қателігі ісікке шалдыққанын айтпақ болады. Бірақ кенеттен ауруханадан Мастер Тин туралы қоңырау түседі. Эйп Ман дереу ауруханаға асығады. Осы арада Сонг мектепке келіп, барлық оқушыларды, соның ішінде Эйп Манның ұлын да кепілге алады. Ол мектеп әкімшілігіне директорды өзіне алып келсе ғана балаларды босататын хабарлайды. Ауруханадан шыққан соң Эйп Ман мектепке бармақ болады. Бірақ жолда Вон ханым оны тоқтатып, оқушылардың бәрі ұрланғанын айтады. Ұлының да олардың арасында екенін естіген Эйп Ман қолына бамбук аяғын алып, бірден Сонгтың жасырын орнына аттанады. Эйп Чин жылап отырғанда Эйп Ман ұлын тыныштандыруға тырысады. Баланың Эйп Манның ұлы екенін білген Сонг оны кепілге алады. Содан кейін ол Эйп Маннан тізерлеп отырып, жалынуын талап етеді. Ұлын аман алып қалу үшін Эйп Манның басқа амал қалмайды. Ол Сонгтың алдына тізерлеп отырып, ұлын босатуын сұрайды. Дәл сол кезде Чун Тин Чи мектеп директорын алып келеді. Сонг сөзінде тұрып, Эйп Чинді оңай босата салады. Әкесі мен баласы үйіне қайтады. Бірақ Сонгтың адамдары бірден Эйп Манға шабуыл жасайды. Эйп Ман олармен шайқасып жатқанда Чун Тин Чи қайта оралып, балаларды құтқару үшін Сонгпен төбелеседі. Аласапыран кезінде Сонг Эйп Чинді қайта ұстап алып қашпақ болады. Алайда бала оның қолын тістеп босап кетеді. Ол әкесіне қарай жүгіріп келеді. Көп ұзамай оқиға орнына полиция жетіп, жағдайды бақылауға алады. Сонг болса қашып құтылады. Сонымен қатар бірнеше тілші бұл оқиғаны суретке түсіріп алады. Үйге оралғанда Вин Син көз жасына ерік беріп, ұлын құшақтайды. Кейін ашуға болып Эйп Манға шапалақпен тартып жібереді. Эйп Ман оны құшақтап кешірім сұрайды. Дәл осы сәтте Вин Син өзінің қатерлігі ісікпен ауыратынын күйеуіне айтып береді. Келесі күні олар ауруханаға барады. Дәрігер аурудың өте ауыр сатыға жеткенін және Вин Синнің шамамен 6 ай ғана өмірі қалғанын айтады. Бұл хабар екеуінің де жүрегіне ауыр тиеді. Осыдан кейін олар әр күнін мазасыз көңіл күймен өткізе бастайды. Көп ұзамай полиция бастығы Фрэнкке келіп, енді оны қорғай алмайтынын айтады. Себебі балаларды ұрлау шектен шығып кеткен әрекет еді. Фрэнк ашуланып, жаттығу жасап жүрген Сонгқа келеді. Ол төменгі қабатта муайтай шеберімен дайындалып жатқан болатын. Ашуға булыққан Фрэнк бір соққымен Сонгты ұшырып жібереді. Сонг барлық кінәні Эйп Манға аударады. Сонда Фрэнк муайтай шеберіне Эйп Манды тауып өлтіруді бұйырады. Бір күні Эйп Ман әйелін ем қабылдауға алып барғаннан кейін лифтіге мінеді. Кенеттен муайтай жауынгері есікті ұстап қалып, олардың қасына кіреді. Ештеңе деместен ол Эйп Манға шабуыл жасайды. Әйелі жанында болғандықтан Эйп Ман барынша сақтықпен қорғанады. Кейін қарсыласын лифттен сыртқа шығарып жібереді. Екеуі баспалдақпен төмен қарай жүгіріп бара жатып төбелеседі. Ақырында Эйп Ман қарсыласын жеңіп шығады. Содан соң ол әйеліне қайта келеді. Вин Син қатты уайымдап тұрған еді. Екеуі қол ұстасып үйге қайтады. Біраздан кейін Фетсо жағдайдың тұрақталғанын хабарлайды. Бірақ Фрэнктің Эйп Манмен жеке кездескісі келетінін айтады. Эйп Ман Фрэнктің кеңсесіне барады. Сол жерде Фрэнк оған ұсыныс жасайды. Егер Эйп Ман онымен 3 минут бойы жекпе-жекті шыдай алса, ол мектепке қатысты мәселелерге енді араласпауға уәде береді. Жекпе-жек басталады. Фрэнктің күші өте зор еді. Эйп Ман оның ауыр соққыларының астына қалады. Бірақ өзінің атақты жылдам соққылар арқылы қарсыласына лайықты қарсылық көрсетеді. Шайқас өте қызу өтеді. Екеуі де бар күшін салады. 3 минут аяқталған сәтте жекпе-жек тоқтайды. Бұл Эйп Ман үшін де, Фрэнк үшін де дер кезінде аяқталған еді. Себебі келесі соққы олардың біріне ауыр зақым келтіруі мүмкін болатын. Осылайша Фрэнк келісімде тұрып, Эйп Манды құрметтеп шығарып салады. Ал Чун Тин Чи болса, Вин Чун мектебін ашу үшін үлкен зал жалға алады. Үй иесі бұған қатты қуанады. Өйткені ол Эйп Манның жанкүйері болатын. Ол Чун Тин Чиге газет көрсетіп, Эйп Ман туралы мақаланы мақтанышпен көрсетеді. Бір күні мейрамханада Чун Тин Чи журналистермен кездесіп, өзі мен Вин Чун өнері туралы мақала жазуын сұрайды. Бірақ журналист оның қабілетіне сенбей бас тартады. Сол сәтте бір кунг-фу шебері келеді. Чун Тин Чи оны жекпе-жекке шақырады. Тілшілер болған оқиғаны суретке түсіріп алады. Чун Тин Чи қарсыласын оңай жеңеді. Соның арқасында газетке шығып, бірден танымал болып кетеді. Кейін ол көптеген жекпе-жек шеберлерін жеңіп, ақырында Эйп Манға ресми түрде шақыру растайды. Ол Эйп Манның Вин Чун стилі таза емес екенін айтып, оның ұлы Вин Чун шебері атағына лайық еместігін мәлімдейді. Эйп Ман бұл шақыруды газеттен көреді. Әйелі де оқиды. Вин Син оған үнсіз қарап қалады. Бірақ Эйп Ман бұл мәселені елемей, қалған уақытын әйелімен бірге өткізуді жөн көреді. Бір күні
күні Ип Ман би үйірмесіне барып, би үйренуге шешім қабылдайды. Сөйтсе, мұғалім болып Брюс Ли жұмыс істеп жүр екен. Брюс Ли оған би үйретуге келіседі. Бірақ оның орнына Ип Ман өзін Вин Чун шәкірті ретінде қабылдауын сұрайды. Сонда Ип Ман бұрын оны ешқашан қабылдамаймын деп айтпаған түсіндіреді. Брюс Ли сол кезде оның сөзін дұрыс түсінбей қалған екен. Брюс Ли күлімсіреп Ип Манға би үйрете бастайды. Ақыры шешуші жекпе-жек күні келеді. Чун Тин Чи мен көптеген кунг-фу шеберлері Ип Манды күтіп жиналады. Ал дәл сол уақытта Ип Ман әйелімен бірге би залында бақытты сәттерін өткізіп жатқан еді. Ип Ман келмеген соң төрешілер Чун Тин Чиді ресми түрде Вин Чунның жоғарғы шебері деп жариялайды. Бірақ дәл сол би кезінде Вин Син кенеттен есінен танып қалады. Ауруханада дәрігерлер оның жағдайының одан әрі нашарлаған айтып, ауруханаға жатқызады. Ип Ман бір сәтке де әйелінің жанын кетпейді. Бір күні Вин Син хат жазып, ұлы арқылы оны Чун Тин Чиге жеткізуді сұрайды. Ип Ман оған ботқа беріп отырғанда, Вин Син өзінің күйеуімен бірге суретке түскісі келетінін айтады. Ип Ман бірден келіседі. Кейін Вин Син Чун Тин Чидің шақыруын қабылдауға көндіреді. Өйткені жекпе-жекке жаңа күн белгіленген болатын. Сонымен қатар ол Ип Маннан қайтадан жаттығу жасауды сұрайды. Себебі оның ағаш манекенмен жаттығу кезіндегі дыбыстарын қатты сағынған еді. Ақыры үлкен жекпе-жек түні келеді. Вин Син күйеуін жекпе-жек өтетін орынға дейін шығарып салады. Осылайша екі Вин Чун шеберінің арасында ұлы шайқас басталады. Алдымен олар ұзын таяқтармен шайқасады. Ұрыс барысында екеуінде таяқтары сынып қалады. Келесі кезеңде олар қос қылышпен төбелеседі. Бұл раундта да тең нәтижемен аяқталады. Соңында олар қарусыз жекпе-жекке көшеді. Бұл өте қатал әрі әсерлі шайқас болды. Чун Тин Чи бірнеше рет Ип Манды қыспаққа алып, тіпті көзінен жаралайды. Бірақ шешуші сәтте Ип Ман өзінің әйгілі 1 дюймдік соққысын қолданып қарсыласын жеңеді. Жеңілген мойындаған Чун Тин Чи Вин Чунның жоғары шебері деген атау жазылған ағашты тақтайшасын сындырып тастайды. Сонда Ип Ман оған: атақтың еш маңызы жоқ, ең маңыздысы айналаңдағы адамдардың саған деген махаббаты дейді. Фильм соңында Вин Синнің қатерлі ісікпен қайтыс болғанын білеміз. Осылайша Ип Ман 3 фильмі аяқталады.